Bile Allah'ım. Nane karandır. Nema bu? Cebel bu, cebel. Ne var? Bomba oynayıp duruyor Albek. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Айтқымыз кеп тұрғаны бүгінгі ұлттар күні бәріңізге құтты болсын. Біз үйдеміз, в общем, қазір обед түскі тамақ ішейін деп отырмық па? Сондай болып отырық. Сол күндеріңіз сәтті өтсін, аман болыңыздар. Қайырлы кеш, баршаңызға қалайсыздар? Бүгінгі күннің ең күшті жаңалығы, менің аккаунтым ашылды. Өте қатты қуанып кеттім, негізі эфирден шыға салып көріп. Және де мені уайымдап, аккаунтымды іздеп жатқан жандар, сіздерге көп-көп рахмет. Бұйыртса енді аккаунтымды жақсылап жүргізем. Негізі Инстаграм бар кезде Инстаграм қадірін білмеппін ше. Вообще ештеңе салмай, история салмай сөйтіп жүретін едім. Мен Инстаграм жоқ болып, біраз қиналып қалғаным бар. Енді бұйыртса қайтып оралдым. Қуанып жатқан жандар менің аккаунтымның жабылып қалғанына ерте қуанбаңыздар деп ашып алдым. Шүкір Аллаға. Шай ішіп отырмыз. Астында ойнап жүр. Жаным, үйлерді жинастырып болдық. Қазір примерно тамақ жеп жатырмыз. Қазір асығып тұрмыз. Неге кетеміз? Мен подолқа барамыз. Асығып тамақ ішіп кетіп бара жатырмын, қамыз ашқамасын деп таңсар тамақтандырамыз. Потом енді бөлсе ертең емес қонақтарымызда воскресенье күнге бір партиясын воскресенье шақыратын болдық. Сөйлесіп, жаңа келісіп бәрімен. Сонымен енді құдай қаласа воскресеньеге дайындаламын. В общем, ойым бар не отыр, 9 жыл дайындап отырмын. Потому что кеше қонақтармен андай отырам бардым да, көбінде ананы алып келесің, ананы алып келесің, сонымен өкшіп 9 жылдап қонақтарға көңіл бөліп, заодно өзімде тәтті тамақтар жеймін деп отыр деп. Дастархан күшті болып жасап. Сол. Қайырлы күн, қалайсыздар баршаларыңызға? Кеше мен Шынайден сторис салмады, өйткені класстастармен білесіздер, ол әңгіме деген кетеді. Гүжбан, ау, да мектеп кездегі, бала кезде әңгімелерді айтып, сөйтіп сторис салудың кеткен бұл. Ар кетсе жаңа қазақ крилдің сторисін салдым. Вот сондай қызық болды. Кейбір стористе әселде бар, әселден көрсеңіздер болады. Сол. Біз енді үйге қонақ шақыруды бастадық, бірінші класстастарынан бастадым. Енді құдай қаласа енді блогерлер, жаңағы қосылайық өзіміздің ұжымдар, соларды шақырам. Вот сол ұжым класстастарымнан қараңыздар. Көк қағазбен мәзіп кетті. Щедрый жігіттер қалай. Тайдан қатсын. Адуша, рахмет баршаларыңа. Ақшамен келді деп. Көк қағазбен адып отыр класстастарым. Тайдан қатсын. Құрметті оқырмандар, біздің студияда бүгін мерекелік эфир Корея елінен келіп қалған біздің Әлшер мен Аягөз. Аягөз Әлшерді дайындап жатыр. Әбтен естеріңізде ма, Кореяға алып кетсем бірге тұрамыз деген, е? Бірге тұрамыз бәк. Шынымен ауызбіршілік жоқ, е? Алдында сіз айттыңыз ғой, Кореяға барып тұрғымыз келеді деп. Тіпті тілін үйреніп алдыңыз. сөйлеңіз ал. 여러분 안녕하세요. 전 рахмат. үйренем негізі былай оңай екен. Былай жаттасаң оңай екен. Сіз ше? Мен енді былай білем, қатты білем демеймін. Сөйтіп сондай кезде, осындай кезде отық қаласың болған нәрсе. Былай білем. Иә, солай. Біздің Корея елінен келген қонақтарымыз. Столда осындай тамақ тұрса, ұрлайтындар бар. Әр түрлі ұлттың тағамдарын алып келген. Қатысушылар жарнама сайын келіп, кішкене шетінен ауыз тиіп. Мысалы Жандоста. Жоқ қылған ғой уже. Наны өз қолымен біздің Аягөз Корея
елінше дайындап алып келген ғой. бибимбап деп аталады. Бұны суықтай, ыстықтай да жей беруге болады. Өзіңіз дайындадыңыз иә? Ғой негізі. Жоқ өзім жоқ деймін. Айта берсеңіз, мысалы мынау жаңа таң атпай әсем дайындады деді пловты. Қолында Мынау Индия дегенше Индия елінен келген Айгүлдің қолынан шыққан мынау ағеке жасаған. Сіз не жасадыңыз? қуырдақ. Қуырдақ. Соны айтам. Солай. Сіздің көңіл күйіңіз қалай, күшті ме? Сыңарыңыз қайда? Тура үйдің қасында магазин бар да. Соған кіріп ала салам деп ойлағам ғой, сөйтсем. Ол магазинде мен алатын заттар жоқ екен, сонымен пижамамен періп бара тұрмын ана төмен жақтағы магазинге. Ятай. Біздің двор. Кешкі Алма-Сити. Скоро уже Алма-Ситидан кетеміз 2-3 айдан кейін. Сол күшті настроениемен келе жатырмын. Соңғы последний айларымызды енді осы жақта прям әдемілеп өткізіп, ары қарай уже таунхауста рахаттанып. Күшті болайын деп тұр ғой бұйырса. Жүгіне шынау. Күшігім айтшы. Күню. Айтшы. Жүрегім папасы тойдан келе салпын. Баласына жабысып отыр. Баласы күледі, аузы қысық. Ау. Анау сырчы. Ау. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Амансыздар ма? Аман есен Талдықорған қаласына келдік. Жұмыстарымыздың бәрін бітірдік. Шүкір Аллаға. Бәрі дұрыс, ойымыздағыдай өтті. Кішігірім енді қуанышымызбен бөлісетін боламыз. Просто қазір кішкене көңіл күй жоқ, кешегі жайттарға байланысты. Қалғаны бәрі дұрыс, енді жұмыс жағынан бәрі дұрыс. Видеомызды түсірдік. Талдықорған қаласының тұрғындарын барлығын болмаса да, қолдан келгеншесін қуантып қайттық. Мейрамдарыңызбен айтса да, ұлттың жаманы болмайды дейді, адам жаманы болады дейді. Бөлінбек, ең бастысы мұсылман болсын. Сол барлықтарыңыз жақсы көремін. Жақсы аман болыңыздар. Құрметті достар, жаңа алдындағы сұрақ бар ғой, біз самолетке мінгеннен кейін уже ары қарай қолымыздан не келеді аман жетуіміз үшін? Біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Хоть самолет шайқалсын, аударылсын, айналсын, погода өзгерсін, не істесек те біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Только бірақ нәрсе, ол біздің қолымыздан Алладан дұға ғана келеді, болды. Дәл солай, ертең менде сондай күн болады, Алла қаласа. Мен жолға шығамын и Алладан дұға ғана тілеймін. В общем, риск қой былай айтқан кезде. Бұйыртса соған бір настроимды қойып, көңіл күйімді қойып, соған дайындалып жатқан жайым бар.